Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Әлидің үйі. Сабақтың мақсаты айналаны ауызша және жазбаша таныстыруды үйренесің. Көптік, тәуелдік, жіктік, септік жалғаулы сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолдануды үйренесің. Жаңа сөздерді еске түсірейік. Менің артымда мектеп тұр. Оң жағымда менің үйім тұр. Сол жағымда ойын алаңы бар. Алдымда балабақша тұр. Мен мектептің жанында тұрмын. Маған қарсы досым келе жатыр. Жаңа сөздерді пайдаланып, өз үйің туралы айтып бер. Дескриптор өз үйі туралы әңгімелейді, 2 балл. Жаңа сөздерді пайдаланады, 2 балл. Сөздердің орын тәртібін сақтайды, 1 балл. Тіл тазалығы, 1 балл. Еске түсірейік, тәуелдік жалғауы. Оқушылар, біз алдыңғы өткен сабақтарды тәуелдік жалғауы жайлы өткен болатынбыз. Тағы бір еске түсіріп алайық. Бірінші жақ, екінші жақ, сыпайы түрі және үшінші жақ. Соңғы дыбысы дауысты дыбысқа аяқталғанда және дауыссыз дыбысқа аяқталғанда. Бірінші жақ менің, екінші жақ сенің, сыпайы түрі және үшінші жақ оның. Бірінші жақ менің, дауысты дыбыс ге аяқталғанда, дауыссыз дыбыс ға аяқталғанда жалғау жалғанады. Екінші жақта сенің, дауысты дыбысқа деген жалғау, ал дауыссыз дыбысқа деген жалғау жалғанады. Сыпайы түрі сіздің, іңіз деген дауысты дыбысқа жалғанады, ал дауыссыз дыбысқа ңіз деген жалғау жалғанады. Үшінші жақ оның, дауысты дыбысқа аяқталғанда деген жалғау жалғанса, дауыссыз дыбысқа деген жалғау жалғанады. Сөздерді үлгі бойынша тәуелде. Үлгі. Бірінші жақ менің анам, екінші жақ сенің анаң. Сыпайы түрі сіздің анаңыз. Үшінші жақ оның анасы. Енді бізге берілген сөздер көлік, сынып, дос. Осы 3 сөзді дәл үлгідегідей тәуелдеп жазамыз. Дескриптор сөздерді тәуелдейді, 3 балл, жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.